Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендерім, каналға қош келдіңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ауыз ашарға сіздерге түріктің осындай мини пиццасын дайындауды ұсынамын. Жасалу жолы өте қарапайым, әрі дәмі өте керемет болып шығады. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен бізге 175 грамм жылы су қажет болады. Ашытқымен суды 15 минутқа осылай тұндырып қоямыз, қыздар. Қараңыздар, ашытқымызда кәдімгідей реакция бар. Енді бұған 1 шай қасық тұзымызды және де 1 шай қасық қантымызды толтырмай саламыз. Енді 3 қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Енді ашытқы суымыздың үстіне жақсылап елгезектен өткізіп алған ұнымызды салып аламыз. Ең алдымен толтырып 3 қасық ұн салып алдым да, оны жақсылап араластырып аламыз. Массамыз осындай сұйық тығыздықта болған кезде үстіне күнбағыс майын құямыз. Күнбағыс майы міндетті түрде болу керек, себебі пиццаның дәмді шығуы барлығы осы майға байланысты. Енді май біріккенше жақсылап араластырып алып, үстіне ұнымызды саламыз да қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Құрметті көрермендерім, каналға міндетті түрде тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге өте көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Видеода мұқият қарап алыңыздар. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Енді қамырдың бетін пищевая клеенкамен немесе матамен ауа өтпейтіндей етіп, жылы жерге бөлме температурасында жарты сағатқа қойсаңыздар, әдемі болып көтеріліп шығады. Қамырымыз өте керемет болып көтеріліп шықты. Енді ашып дайын болған қамырымызды ортасынан 2-ге бөлеміз. Мен мұнда 5 мини пицца және де 1 үлкен пицца жасап жатырмын. Сондықтан қамырымды үлкен 1 бөлікке бөлемін. Ал сіздер өз қалауларыңызша барлығын кішкентай мини пицца жасасаңыздар болады. Енді көз мөлшерімен осындай дөңгелекше етіп мини пиццалардың массасын дайындап шығамыз. Әр қайсысы 80-70 граммнан болу керек. Мен осындай 5 штук мини пиццаларды жасап алдым. Барлығы 1 граммда өлшеп алдым. Енді бетін жауып 15 минутқа бөлме температурасында жылы жерде қалдырамыз. Қамырымыздың бетін ашып, енді кішкентай күлшелер жасайтын боламыз. Қыздар, сіздерге айта кететінім, қамырды осылай саусақпен жайған уақытта ыңғайлы болу үшін ең алдымен саусақтарыңызды ұнға малып алыңыздар. Өте керемет болып жайылатын болады. Енді осылай саусақтарымызбен мини пиццаларымыздың қамырын жайып шығамыз. Қыздар, жан жағындағы бортиктардың шығарудың қатты керек жоқ, себебі оны пешке салған уақытта қатты көтеріліп кетуі мүмкін. Енді үстін осындай шанышқымен басып шығыңыздар, себебі пешке салған уақытта ол көтеріліп нан болып кетуі мүмкін. Енді үстіне осындай майонезді және де өздеріңізде соус бар болса, или кетчуппен осылай жағып шығасыздар. Барлық жеріне тигізіп бір келкі етіп жағып шықсаңыздар, барлық жері піскен уақытта сап-сары әдемі жұмсақ болып шығатын болады. Енді салмаларымызды салып шығатын боламыз. Менде сыр, эмир сыры, сол сырды пайдалансаңыздар болады, өте әдемі, дәмді әрі керемет ереді. Сырды осылай қамырдың бетіне сала беріңіздер, күйіп кетеді деп мүлдем қорықпаңыздар, себебі қамыр жұқа әрі жұп-жұмсақ болғандықтан сырда қамырмен бірдей еріп, дәмді болып пісіп шығады. Және де үстіне соленый огурцы қойып жатырмын. Сіздерде ол міндетті емес, үйде бар заттармен жасасаңыздар да болады. Енді оның үстіне шұжықтарымды салып шықтым. Енді пеште, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Ары кетсе 10-15 минутта дайын болады. Міне қыздар, менде барлығы бір келкі сап-сары әдемі жұп-жұмсақ пиццаларымыз дайын болды. Қараңыздар, сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Өте жұп-жұмсақ, сыры да өте керемет еріп тұр, мүлдем күйіп кеткен жоқ. Ал егерде пештеріңіз қатты қызып кеткен болса, онда осы пиццаларымыз пісуге 1-2-3 минут қалған кезде сырды үстіне салсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Балауса.